Осы есептің шығарылуын сұраған адамдар болған. Енді сіздерге де көрсетіп жүрейін. Құрамында қалай 5% және 30% болатын екі түрлі қорытпа бар. Бізде осында екі әртүрлі қорытпа бар екен. Қоспа дейді кейбір есептерде. Құрамында 20% қалайсы бар, 160 тонна қорытпа алу үшін бірінші қорытпадан қанша тонна алу керек? Яғни осы екеуін қосқан ғой, мынаның пайызы, яғни бұның құрамында 5% қалайы болған, екіншінің құрамында 30% қалайы болған, және соңында шыққаны екеуін қосқанда басқа қорытпа шықты ғой енді. Оның құрамында 20% қалайы болғанда, оның массасы 160 тонна екен. Міне, құрамында 20% қалайысы бар, 160 тонна қорытпа алу үшін бірінші қорытпадан қанша тонна алу керек? Мынау біріншіні біз білмейміз массасын, X деп алайық. Екіншіні де білмеймін қанша екенін массасы, бірақ екеуін қосқанда 160 тонна шықты ғой. Ендеше мынаны 160 азайту X деп айтуға болады. Өйткені екеуін қосқанда 160 шығу керек. Бізге мынау бірінші қорытпада қанша тонна алу керек, қорытпадан қанша тонна алу керек дейді. Яғни біздің іздеп отқанымыз қазір X болады. Енді осындай концентрация ерітінді қоспа деген болған кезде біз теңдеу құрамыз деп айттық. Мынау пайызын мынаған массасына көбейтеміз де теңдеу құрып тастаймыз. Сонда болады 5x қосу 30 көбейтілген 160 азайту x тен мына жерде 20-ны көбейтеміз 160-ға. Енді оңай болу үшін бүкіл теңдеуді 5-ке бөліп тастайық. 5x-ті 5-ке бөлеміз, x қалады. Қосу мына жерде мына өрнекті 5-ке бөлсек 30-бен қысқарады да 6 қалады. Мына жерде бөлген кезде 5 пен 20 қысқарады да мына жерде 4 қалады. Көбейтілген 160. Қашаны ашайық. X қалады. Плюс 6-ны 160-ға көбейтеміз 960. Минус 6x тен болады. 4-ті 160-ға көбейтсек бізде 640. Сонда x азайту 6x минус 5x болады. Тен 640 қалады. Мынау 960-ты мына жаққа көшіріп жүрейін. Минус 960 болып барады. Сонда минус 5x тен минус 320-ға. X-ті табу үшін біз не істейміз? Минус 320-ны бөлеміз минус 5-ке. Осы жерден түсінетінім x тен болады 64-ке. Біздің іздеп отырған шамамыз x еді. Міне дұрыс жауабы сонда 64 болады.